Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте жұмсақ, дәмді сүзбелі рогалик дайындаймыз. Дайындалу бар жоқ жарты сағат уақыттарыңызды ғана алады, ал дәмі деген тіл үйіреді. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Арнаға тіркеліп, комментариялар жазып кетіңіздер. Ал ендеше жасауға кірісейік. Ең алдымен ыдысқа сүзбе мен бөлме температурасында еріген сары майды салып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Сүзбе мен сары майымызды біріктіргеннен кейін қант, қопсытқыш және керек болатын ұнның жартысын қосып, тағы да шанышқының көмегімен араластырамыз. Кейін масса біріккеннен кейін қалған ұнды қосып, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр дайындаймыз. Дайын болған қамырды 10-15 минутқа қойып қоямыз. Үстелдің үстіне біраз ұн сеуіп, шамамен 3 мм-ге дейін қамырымызды оқтаудың көмегімен жаямыз. Жайылған қамырды видеода көрсеткенде кесіп шығамыз. Енді рогаликті жинай бастаймыз. Видеода көрсеткенде үшбұрыштың шет жағынан бас жағына қарай орай бастаймыз. Осындай рогалик шығады. Қалауларыңыз бойынша қамырды жайған соң үстіне қант сепсеңіздер болады, немесе рогаликтің өзін қантқа аунатса да болады. Енді рогаликтерімізді пергамент қағаз төселген табаға салып, 180 градуста қызып тұрған пеште 15 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің сүзбелі рогаликтеріміз дайын болды. Қалауларыңыз бойынша дайын рогаликтердің үстінен қант ұнтағын себуге болады. Рогаликтеріміз өте жұмсақ болып шықты. Қонақтар келіп қалған кезде тез дайын болатын рецепт десе де болады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дилара.